Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз несиелік қарыздар туралы айтатын боламыз. Бұл тақырып өзекті. YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Несиелер туралы көптеген сұрақтар туындайды. Несиелік құлдықтан, шығудан әртүрлі жолдары бар екенін есте ұстаған жөн. Бүгін біз олардың бірнешеуіне тоқталамыз. Мерзімі өткен, берешегі бар қарыз алушының әрбір жағдайын кредитор және тәртіппен қарайды. Қарыз алушыдан қосымша құжаттар дайындауды сұрауы мүмкін. Бұл, мысалы, еңбек шарты немесе жұмыссыз мәртебесін растайтын құжаттар. Сізге несиені ұзарта алады. Бұл жағдайда сіз ұзарту ақысын төлей отырып, өз мөлшерде салым саласыз және несиені кеңірек төлеу мүмкіндігіне ие боласыз. Егер несие сомасы үлкен болса, сізге кездесуге барып, несие демалыстарын береді. Бұл сіздің қаржылық істеріңізді ретке келтіру үшін несие төлеудің қажеті жоқ кезең. Несиелік демалыстар ерте ме кеш пе аяқталатын есте ұсталған жөн. Сондықтан олар аяқталғаннан кейін қарызды төлеуге дайындалу керек. Келесі жол – қайта қаржыландыру. Сізге азырақ соманы ұзағырақ мерзімде төлеу мүмкіндігі беріледі. Бұл әдістің кемшілігі, нәтижесінде сіз көп төлейсіз. Кепіл мүлкін сату. Егер несиені төлей алмасаңыз, бірақ кепіл болса, онда ипотека немесе автокредиттің 90% төленген жағдайды қоспағанда кепіл мүлкі сатылады. Қарызды өтеу үшін мүлікті сату. Егер несие кепілсіз болса, онда қарыз алушының қандай мүлкін қарызды төлеу арқылы сату керек екендігі айтылады. Кепілгердің жауапкершілігі. Егер несие жеке немесе заңды тұлғаның кепілгерлігімен алынса, бірақ қарыз алушы оны төлей алмаса, міндеттемелерді төлеу жауапкершілігі толығымен кепілдерге өтеді. Бұл несие мәселесін уақытша шешудің қысқаша нұсқаулары. Сұрақтарыңыз болса, түсініктемелерде жазыңыз. Мен жауап беруге тырысамын. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз.